Операциялық менеджмент дейді. Операционный менеджмент орысша, қазақшасы операциялық менеджмент. Бұл кезеңде сіз команданы жасақтайсыз, мамандарды аласыз, оларға жүйе қоясыз, олар цифрландырасыз, оларға дұрыс көрсетіп, бизнесті үйретесіз командаңызға. Міне, жай-жайдан өсіп. Осы уақытта бизнесті жүйелеу үшін, бизнесті былай айтқан кездегі әйтеуір бір ретке қойып, өзімен өзі қалыптасу үшін әркімде әртүрлі 3-5 жыл кетеді. Екінші кезең болады, одан кейінгісі уже команданы қойдыңыз, жай-жай тапсыра бастадыңыз, уже директор қоя бастадыңыз өз орныңызға. Команда уже сіз да уже бір апта кетсеңіз де, 10 күнге, 20 күнге, 30 күнге кетсеңіз де, уже қатты жай, уже сіз да жай-жайдан үйренді. Енді екінші кезең болады. Екінші кезең бұл стратегиялық менеджмент. Стратегиялық менеджмент деп отқанымыз, яғни ол кезеңде сен уже бұрынғыдай күн саяқты бизнесіңді мыжып жүрмейсің ол кезде. Араласа бермейсің, көрінген жерге қолыңды тұрып кіріп кете бермейсің ана жерге. Әке өзім істейін. Все, тапсырдың ба, жай оларға уже беру керек еркіндікті. Чтобы олар да жүре алатындай. Енді екінші деңгейде не істейміз біз уже стратегиялық менеджмент. Бұл этапта сіз уже 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін менің компаниям қайда барады? Мен қазір қай қаладан ашқан дұрыс? Қай елден ашқан дұрыс қазір компаниям? Деп стратегиялық түрдегі уже бірнеше жыл алды қарай ойлау. Ол жерде сіз уже стратегиялық менеджментке өте бастайсыз. Уже командаға тапсырасыз. Одан кейінгісі үшінші деңгей бар. Ол инвестициялық менеджмент дейді. Инвестициялық менеджмент деп отқанымыз, бұл именно қазіргі таңдағы Марғұлан Сейсенбайлардың деңгейі. Яғни сен компанияларға кіріспейсің. Сен компаниялардан уже бұрынғыдай атсалысып жүгірмейсің ананың ішінде. Сен тек қана не істейсің? Ақша саласың, акционер боласың и отчет алып отырасың болды. Қалған уақытта тек инвестор ретінде, ол мышление басқа. Ол жақта мүлдем басқа болады. Мына жақта біз қолмен көп жұмыс жасасақ, операционный кезеңде, стратегический кезеңде біз уже оймен алды қарай план қою арқылы, планмен жасаймыз. Инвестициялық кезеңде біз уже тек қана цифрмен сөйлесеміз. Қай бизнес? Өйткені сен өстің, көрдің, бизнестің қандай кезеңде өсетінін, кәсіпкердің қандай болу керектігін. Алла қаласа, сол кезеңге жетуге бәрімізге Алла нәсіп етсін. Біздің де арман сол. Оған дейін не істейміз? Ойбай, мен Балида жатып алып пассивный ақша табамын деп ойлама. Бизнесін тастап кетпе. Көп кәсіпкер осылай бизнесін тастап кетудің арқасында ертең айырылып, кезіне жағып, жақсы табыс тауып тұрған бизнесінен айырылып, өшіп жатады. 1 миллион тапқанға дейін ол велосипед айдаумен бірдей деймін көбінесе. Ал енді сен оны өзің-ақ үйрене аласың ғой. Бірақ 100 миллиондық оборот жасау айына, үлкен оборот жасау ол уже самолет айдаумен бірдей. Өйткені ол жерде өте көп кнопка, датчиктері, қайдалай жүреді, қанша неден кейін ол өзгерістер болу керек. Осылардың барлығын былай айтқан кездегі сен уже түсіну керексің. Ол үшін не керек? Именно егер қате жіберетін болсаң, сенің бизнесің өледі, құлайды, авария болады. Ол үшін бізге жол көрсетіп отыратын именно инструктор қажет. Яғни міне, былай жүр, сенің бизнесің мынандай проблемасы бар екен, былай дамыт деген сияқты. Осылай өзгерістер болады, осылай даму болады. Сол кезде ғана бәріміз осы жолдан өттік. Сондықтан енді ойлап көріңізші, мықты командаң болса. Екіншісі, күнде сату бөліміне лидпен толтырып отыратын маркетинг жүйеленген болса, одан кейінгісі сату менеджерларың уже қасқыр болып алған, клиентті жібермейтіндей болса, сенің қазіргі мына бизнесің қанша таба алатын еді? Үшеуі сенде орнатылған болса, осы үшеуін сіз дамыта алған болсаңыз, қандай өзгеріс болатын еді сіздің бизнесіңізде? Ойланып көріңіз. Жазыңыз дәптеріңізге. Міне, мынандай деген сияқты. Енді давайте бір қорытындылайық, уже 1,5 сағат болып қалыпты уже. Именно бөліскен ақпараттарым, 100 миллион теңгеге дейін бизнес инструменттерді түсіндірдім сіздерге, не істеу керектігін. Одан кейін мықты команданы қалай жинайтынымызды айттым. Одан кейін көп клиент алып келетін маркетинг жайлы айттым сіздерге, және тұрақты табыс әкелетін сату бөлімі жайлы бүгін мощный ақпараттар бердім сіздерге, достар. Бүгін ақпарат кімге ұнады, достар? Давайте жазайық. Қалай болды? Айтатынды айттым сіздерге, түсіндірдім. Қалай болды? Жаңадан бастап жатқандар үшін команда құруға бола ма? Әрине, бағана мен не айтып жатырмын, Қарлығаш ханым? Мен айтып жатырмын, жаңадан бастаған кезде сен ең бірінші операционный қол болады сенде. Сен стартап кезеңде операционный қол деп отқан ассистент аласың және сатушы аласың қасыңа. Сол кезде ғана сенде өсу болады. Сондықтан кімге ұнады? Махамбет, ризасың ба? Бағанағы басындағы нәрседен нормальный болдың ба? Пайдалы ақпарат бола ма, болмай ма деген нәрсе қалай болды? Керемет болды, керемет дейді. Давайте кері байланыс жіберіп, бір несет жіберсеңіздер, мен де әйтеуір шүкір бүгінгі міндетімді сіздерге айтайын деген ақпараттарымды айттым деп ойлаймын. Наконец-то лохотрон емес, а то шаршадық дейді. Рахмет, Махамбет мырза, шындықты айтқаныңызға рахмет, красавчик. Ризамын дейді.
Керемет, рахмет сізге бар энергияңызды беріп түсіндіргеніңізге дейді. Сіздерге рахмет достар, Алла разы болсын. Күшті болды бүгінгі сабағымыз. Сіздер де өте белсенді болдыңыздар, жазып отырдыңыздар, поддержка беріп отырдыңыздар. Бірге өсуге, былай айтқан кезде осылай бір-бірімізге әрқашан себепші болып жүре берейік достар. Енді кімнің басында осындай взрыв болып жатыр? Мәке, бүгін вообще қатты өттім, мен өзімнің проблемаларымды көрдім, мен конкретно қай жерімді дамыту керек екенін сездім деген сияқты. Егер осындай нәрсе болып жатса, онда мен қуаныштымын. Шынменен өзгеріс болып жатса, даму болып жатса. Достар, енді қараңыздар. Кім менімен бірге, мен наставник ретінде жұмыс жасағысы келеді. Кім менімен бірге бағанағы айтылып жатқан нәрселер бизнесін жүйелеп, кім менімен бірге өз бизнесін дамытқысы келеді. Кім осы бойынша мен сіздерге айтып берсем, қарсысыздар ма, қарсы емессіздер ма? Егер түсіндірсем, менімен қалай жұмыс жасауға болады, ары қарай қалай былай айтқан кезде дамуға болады деп несі бойынша. Бірақ сол ақша кеп тіреледі ғой бәрі. Әрине Қарлығаш ханым. Кәсіпкердің жұмысы біз сондаймыз. Біз ешқашан ақша жетіп, ақшамен битіп андай ойбай деп шашып жүретін уақыт болмайды. Біз үнемі сондай әрең аннан тартамыз, мыннан тартамыз, ананы істейміз, мынаны істейміз. Соның арқасында ғана біз не істейміз? Өсеміз, дамимыз. Сондықтан бүгінгі жұмысым именно сіздерге айтайын деп отқаным, кәсіпкер ол ешқашан жетіскеннен бүйтіп күшіп жүрмейді. Ол бір этапқа дейін бағана стратегический кезеңге дейін ол сондай болады. Біз өз қолымызбен кірісіп жүріп, анна мұнда, бірақ қателіктер жібермеу керек та сол жерде. Қосымша бизнес ашып қуып кетпеу керек ақша келіп жатқанда. Именно келіп жатқан кезінде не істеу керек? Адамдар деген өзі дұрыс өсу керек, дұрыс бағыт алып отыру керек. Сол кезде сіздерге атау бағана мысалы Аяла ханым кім айтты бізде? Айтты ғой, кезінде ақша күшті болып тұрған кезде мен дұрыс емес жұмсадым дейді. Дұрыс емес, былай айтқан кезде басқа жаққа бағыттадым дейді. Сол нәрсе. Сол үшін давайте мен сіздерге, мен дейді, давайте. Онда рұқсат берсеңіздер, кеттік. Мен достар 3 айлық қазір программа дайындадым. 3 ай бойы сіздермен бірге, 3 ай, енді түсініп отырмын, аз емес, бірақ мен нәтиже көрсеткім келеді. Мен кәсіпкерлерді мықты қылып шығарғым келеді. Мен именно кәсіпкерлерді от души дамытып, ары қарай, чтобы олардың бизнесте бір өзгеріс болғанын қалаймын. И оған именно мамандарды оқытатындай деңгейде сондай бағамен, бірақ кәсіпкерлерге сондай ұсыныс бергім келеді. Давайте осын сіздерге түсіндірейін. Бізде 3 айлық программа жасап шығардық арнайы. 2026 жылы жаңа деңгейдегі кәсіппен баста деген. Бұл қалай? 90 күн, яғни 3 ай бойы біз бизнесті хаостан жүйеге айналдырамыз. Жүйені нөлден емес уже сіздерге готовый модель береміз. Одан кейінгісі сату, маркетинг, команда бойынша қалай шығындарды азайту, аз шығынмен жасауды үйретеміз, және басқалардың дайын тәжірибесін сіздерге беруді, қолдануды үйретеміз достар. Бұл жоба сізге шығын емес, бұл инвестиция. Яғни сен мына жерге салған ақшаң, именно осы жерге төленген ақшаң, ол еселеніп қайтатындай. Бірақ сен оған дайын болу керексің, дамуға, өсуге, менің айтқанымды орындауға. Менің айтқанымды, чтобы мен түсіндірген, менің от души сіздерге беріліп тұрған ақпаратымды орындауға дайын болу керексіздер. Дайынсыздар ма? Қиналуға біраз уақыт. Зато сендер 3 ай қиналасыңдар, кейін өмір бойы маған рахмет айтасыңдар. 3 ай кім қиналуға, армия сияқты жұмыс жасап, айтып жатқан нәрсенің бәрін орындауға кім дайын? Именно осы тұрғысынан. Мен дайынмын, мәке. Мен ондайға қарсы емеспін. Маған как раз осындай қамшылап отыратын, давай деп отыратын, жол бағыттап отыратын сондай кісі керек маған деген сияқты. Сондай адамдар бар ма араларыңызда? Өскісі келетін, дамығысы келетін. Соларға арналған бұл программа. Именно мен өзім бағыттап отыратын. Және бұл жерде тек қана мен болмаймын. Бұл жерде менен бөлек Қазақстандағы мықты спикерлер өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Қазір бәрін түсіндіремін сіздерге. Біз именно бұл жерде не істедік? Полностью именно готовы уже сіздердің проблемаларыңызды шешіп қойдық. Барлық құжаттарды, барлық ақпараттардың бәрін, CRM бәрін дайындап қойдық. Барлығын тек өздеріңіз қолданасыздар да сразу уже толтырып, уже нәтижесін көре бастайсыздар. Дайынмын дейді. Дайын болсаңыздар, яғни сондай адам керек болатын болса, мінекей мен сіздердің алдарыңызда тұрмын. Енді қараңыздар, 1 ай ноябрьде басталады. Ноябрьде біз бірінші болып сіздердің командаларыңызды реттейміз. Сіздердің қалай адам тану, қалай былай айтқан кездегі адамның қандай маман алу керек, оның портреті, оны қалай басқару керек, оған қандай тапсырма береміз, оны қайдан іздейміз, оған қанша айлық төлейміз, осылардың барлығын біз 1 айда жасаймыз. 3 айға бизнес жоспар құрамыз, қай жерде ақша жоғалтып жатқанын анықтаймыз, команданы реттейміз. Осылай былай айтқанда кәсіпкердің именно даму үшін командасымен жұмыс жасай бастаймыз. Одан кейінгісі 2 күн интенсив болады, Алматы қаласына келіп, 2 күн офлайн еще қатысасыздар. Ол жерде 1 айда біз диагностика бизнеске,
именно полностью декомпозиция, компанияның структурасын бәрін жасап шығамыз. Бағана құрылыммен бірге барлығын анықтап. Екінші айда декабрьде, Алла қаласа, желтоқсан айында біз сату бөлімін реттейміз. Өйткені декабрьде нағыз ақша жасайтын, нағыз ақшаны оратын кез. Сол кезде біз не істейміз, сіздерге жаңа жылдық акцияларды қалай жасау керек. Одан кейінгісі именно осы этаптан CRM, сату психологиясы, қалай қоңырау шалып, қалай сатқызу керек, барлығын сіздерге жілік-жілігімен түсіндіреміз. Сөйтеміз де, именно біз не істейміз, 2 күн тағы, декабрьде 2 күн Алматыға келесіздер, 2 күн тағы да осы жерде офлайн үйренеміз. Оға дейін онлайн болады және офлайн болады. О жерде біз сіздерге толыққанды скрипттің полностью формуласын, AMO CRM-ді үйретеміз сіздерге, толық воронкаларды үйретеміз. Одан бөлек именно қайталанып келетін жоспар клиенттерді, Думан Мырзаның жаққа қосып жіберсеңіз. Одан кейін именно клиенттердің қайтып келу жоспарын қалай құрамыз, осын жасайтын боламыз. Сонымен қатар 3-ші айда, қаңтар айында, одан кейін жаңа жылдан кейін успокоить етеміз да, уже көктемге қарай дайындалу үшін не істейміз? Толыққанды маркетингті реттеуге кірісеміз. Маркетингті чтобы жасау үшін не істейміз? Қалай конкуренттер анализ, мамандардың орг структурасы, TikTok, Instagram, YouTube шорттарды қалай пайдаланамыз, офер жасауды үйренеміз, клиентімізді түсінуді үйренеміз, декомпозиция жасауды үйреніп алып, содан кейін январдың соңғы, тағы ең соңғы 2 суббота воскресеньесінде не істейміз біз? Именно свод анализ, марапаттау, сол нәрсе сіздермен осылай 3 айды қорытындылайтын боламыз. Міне 3-ші айда сіздер офер жазу, одан кейінгісі міне смарт жүйесі, жарнамалық акциялар, осылардың барлығын сіздерден міне 3-ші айда свод анализмен бірге біз аяқтайтын боламыз, достар. Және стратегия 2026 жылы қалай стратегия құру арқылы біз бизнесімізді қиналмастан алып шыға алатынымызды толыққанды сол жерде жасаймыз, достар. КМС дейді, яғни команда маркетинг сату осы бағдарламасында сіздер өз міндетін білетін команда, жауапкершілік команда, тұрақты маркетинг жүйесі, тиімді сату процесі және 2026 жылға дайын стратегиямен шығасыздар. Қалай өтеді? 3 ай өтеді, сабақ, тапсырма, нәтиже. Аптасына 2 зумнан болып отырады, теория және практика. И аптасына үй тапсырмалар трекермен беріледі, чаттарыңыз болады, және Алматыға айына 1 рет 2 күнге келіп отырасыздар. Суббота, воскресенье, әр айдың соңында. Офлайн келіп, осы жерде бір-бірімізбен танысып, спикерлермен көрісіп, уже 2 күн бойы таңертеңнен кешке шейін білім алып, бір-бірімізді осылай күшейтетін боламыз. Бұл өнім кімге арналған? Бизнесін жүйелегісі келетіндерге, саудасын көтергісі келетіндерге, одан кейін маркетинг пен сатуды жолға қоя алмай жүрген адамдарға, әр жерден білім алып шаршағандарға және бизнесін баштаптауға дайындарға. Ал енді бағасы қанша? Қызық па? Әрине қызық деп ойлаймын. Біз нарықтағы бүкіл курстарды қарап шықтық. Қаншадан екен деп. Команда құру қанша, KPI жүйесі, маркетинг стратегиясы, әлеуметтік желідегі жарнама, контент маркетинг, офер, сату жүйесін құру, қаржы моделі, бизнес процестерін автоматизациялау. Қарасақ 250 мың, 200 мың деген не деген бағалар мыналардың барлығы. Жалпы 1.790 болып кетті. Біздің именно беретін бағдарламаларды қарасақ нарықтағы 1.790 мың. Не деген баға мыналардікі? И міне дәлел ретінде көрсетеймін. Skillbox-тағы тұрған курстар: как вырастить продажу 370 мың теңге, управление командами 650 мың теңге, эффективный руководитель 700 мың теңге, менеджер бизнес-процесс 430 мың теңге, интернет-маркетолог 550 мың теңге. Не деген баға мыналардың барлығы? И біз және сіздерге нарықтағы ең мықты спикерлердің бәрін алып келдік. Олардың қатарында әрине өзім сабақ беремін, және одан кейін Сәкен Ділімбет деген ритейл саласының именно магазин, продуктовый магазин саласының номер 1 эксперті бар. Ол именно Сәкен Ділімбет. Одан кейін сату саласы бойынша ментор, сату өнері, сату ұят емес кітаптарының авторы Думан Мырза. Аржақты не істеп авторы Тайыр Нұғман. Одан кейінгісі именно біздегі мықты, қалан KZ мықты өсіп келе жатқан компаниялардың бірі Асқар Болат, миллиардтық компанияның иесі Асқар Болат Мырза. Және көбіңіз танитын екінші болма құпия кітаптарының авторы кәсіпкер, бизнес-тренер Қуаныш Шонбай болады. Мықты эффективность бойынша кәсіпкердің өртеніп кетпеу үшін, кәсіпкердің режимі қалай эффективны болу үшін сен кітабының авторы Азамат Ысқақов болады. Және Карнели Групп, Крензо Карнели деген групп компаниясы негізін қалаушы, миллиардтық обороттар жасап жүрген Жандос Қонақбаев та осы жобада спикер болады, достар. Және Америкада білім алып келген Бостон университетінің түлегі, Project Management саласы бойынша эксперт, және Американ банктың, именно американский банкте қызмет істеген Рауан Ерулан деген ханым да именно қалай менеджмент, қалай басшы болу, команда жасақтау бойынша осы өз біліммен бөлісетін болады. Мына кәсіпкерлердің консультациясы қанша тұрады деген кезде ойлап көріңіздер да. Әр қайсылармен просто бірі чай ішудің өзі қанша сізбен келісе ма, келіспей ма. Мысалы, Асқар Мырза мен Жандос Мырза вообще ешқандай обучение өткізбейді.
Яғни мысалы қарапайым түрде біреуінің консультациясы 1 миллион, біреуінің 500, біреуінің 750 мың деп есептейтін болсақ, среднем 500 мың деп ойлайтын болсақ, әр қайсысымен кездесу, енді ойлап көрсеңіздер, бір кездесу 500 мың есептеген кезінде 8 кәсіпкермен кездесу 4 миллион болады екен да. Әрине бізде бұдан баға қайда арзан, сол үшін біз осылардың барлығын жасақтап, сіздерге қол жетімді мықты бағамен жасақтадық. Қанша деп ойлайсыздар, достар? 3 айлық обучение, аптасына 2 рет зумнан болып отырады, теория практикасымен. Апта сайын үй тапсырмасын тексеріп отыратын трекер болады. Айына 1 рет 2 күндік офлайн Алматы интенсив болады. 8 мықты куратор, кәсіпкер спикер болады. Және именно куратор Максимум клубының кәсіпкерлері куратор болады. Бұның бағасы, достар, 3 айға 500 мың теңге деп қойдық. Яғни айына бөлсеңдер 3 айға 101 мың теңгеден ғана шығады. Яғни 300 мың ба дейді. Жоқ, 300 мың емес, Махамбет, 500 мың теңге. 500 мың теңге осы 3 айға біз осындай бердік бағаны. Бұл өте не баға деп ойлаймын мен? Қол жетімді баға деп ойлаймын. Бұл бағаны именно әділ баға деп ойлаймын. Сол үшін мен өзім ойладым да басында. Давай мүмкін бір арзан вариант істеп бере салайын, мүмкін бір онлайнға қатысып записпен бере салайын деген ой болды да, арзан өнім ұсынуды. Бірақ екінші вариант болды, менде офлайн қосайын, мықты спикерлер шақырайын, әдемі зал жаңағыдай залды арендаға алайын, кураторларды қосайық, трекерді қосайық, сапалы өнім жасап, осындай 500 мыңға мен бір сапалы, мощный өнім жасадым. Қалай ойлайсыздар? 500 мыңға қалай бұл баға? Осы баға өз әділ ме, әділ емес пе сіздердің ойларыңызша? Бұл баға қалай? 500 мың бір айға ма дейді? 500 мың 3 айға сіздерге арнады. 500 мың 3 айға сіздерге. Сол үшін, достар, сіз именно бизнесін жүйелегісі келетін, именно осы 3 сала бойынша мықты команда жасадыңыздар. Одан кейін тұрақты лид әкелетін жүйе жасадыңыздар, маркетинг, және мықты сататын сату бөлім жасадыңыздар. Осы үшеуін жасаған кезде сізде не болады? Қанша? Білмеймін бағаны. Және бағана не айттым сіздерге? Менде сіздерге ұмыт кетпес үшін не бар дедім? Мынандай міне сертификат бар дедім. Яғни соңына шейін отырған үшін, осы жерге шейін шыдаған үшін мен барлықтарыңызға осы сертификатты, 150 мың теңгелік сертификат сіздерге бонусқа, сыйлыққа берем, достар. Енді сол бағадан, енді сіздер жаңағы мен айтқан 500 мың теңгеден осының бағасын алып тастасаңыздар қанша болады? Уже 500 мың емес, 3 айлық обучение, 2 онлайн зуммен апта сайын, трекер маманымен айына 1 рет 2 рет офлайн Алматыда, және Максимум клубының кәсіпкерлері куратор болатын жоба 500 мың емес, 350 мың теңге, достар. 350 мың теңге қалай сіздерге? Енді бұдан артық қандай баға керек? Ең төменгі бүгінгі баға осы. Міне 3 ай бойы сіздерге білім беріп, 3 ай бойы осылай үйретіп, полный командамен бірге дамуға осылай кім бізбен бірге дайын? Егер дайындарды ғана біз қабылдауға дайынмын, именно бүгін ғана кім төлеуге дайын, кім бүгін өткенде ары қарай былай айтқан кездегі өсуге дайын, вот мен сіздерді осы жобаға шақырамын, достар. Қазір 10 минут беріледі, 10 минутта кім төлеп үлгереді, соларға ғана. Қалған адамдарға ертеңнен бастап уже 500 мыңдық баға қымбаттайды, достар. Сразу айтайын, баға қымбаттайды. Төменде қазір бізде төлем жасайым деген кнопка шықты. Соған қазір кім бірінші болып төлем жасайды, соларды біз осы жобаға қабылдаймыз осындай бағаменен. Сау болыңыз, Думан мырза. Маған кнопка шықты ғой, жоғары жақ көтеріп жеңізші. Зарплата 5-не түседі ғой дейді. Енді бүгінгі бағамен именно кім алғысы келеді? Мына көк кнопка тұр, астында төлем жасайым деген кнопка тұр. Давайте 8 минут, 9 минут уақыт қалды. Кеттік. Кім үлгереді, кім төлейді? Сразу сол адамдарға мен именно осы несін берем. Молодец, құтты болсын. Бірінші болып жазылғандар бар екен. Молодец. Бірінші болып төлем жасап үлгерген уже қазір бізде. Қазір міне кетті. Уже қазір сіздерге айтайын. Менде мынау не болып қалды? Ерлан мырза, құтты болсын, молодец. Ерлан мырза, құтты болсын. Бұл енді 350 мың деп отқан бір маманға SMM курсы ғой, достар. Кәсіпкер болсаң, именно осы жоба бойынша кім өскісі келеді, кім бұл айтқан кезде қазір дамығысы келеді, осы нәрсемен жазылып үлгеріп қалыңыздар. Осы рассрочка беріңізші дейді. Ақниет ханым, басыңыз ана жерде бізде болу керек, ол жерде бөліп төлеу қарастырылған болу керек. Сол үшін жазылып үлгеріп қалыңыздар. Мінекей